Құрметті көрермен, осы Қазақстан барысы жобасы басталған сәтте жамбылдық балуан Бейбіт Ыстыбаев осы турнирді 3 рет жеңіп алуды мақсат тұтамын деген еді. Және сол сөзінде тұрды. Қазір Қазақстан барысының 3 дүркін жеңімпазы біздің бүгінгі сұхбаттасушымыз Бейбіт Ыстыбаев қана. Дегенмен Бейбіттің табысы мұнымен ғана шектеліп қалмайды. Өздеріңіз білесіздер, Еуразия барысының финалында 190 келілік моңғол балуанын алып ұрғаны қазір ел ішінде аңызға бергісіз әңгіме. Демек, Бейбіттің өзі де осы қазақ күресінің арқасында еліміздің аңыз балуанына айналды десек болады. Солай емес пе, Бейбіт? Ассалаумағалейкум. Иә. Енді бұйырғаны Аллаға шүкір. Иә. Енді осы тұрақты түрде алғашқы күндерінен бастап Қазақстан барысы жобасына қатыстың. Жалпы өзің өміріңде осындай бір сәттілік болады деп сол кезде күттің бе? Қандай бетбұрыстар жасады сол кезде қазақ күресі? Енді қазақ күресінен біз өзім ең бірінші қазақ күресінен бастадым. 16 жасымда спорт келдім, сол қазақ күресі үйірмесіне келдім. Елдос Далабаев деген ағайымызға содан бастап тек қана осы қазақ күресін спортты аяқтағанша қазақ күресімен айналыстым. Енді әрине еңбек еткеннен кейін енді бұл Қазақстан барысынан Қажымқан Мұңайтпас атамыздың турнирі бар жыл сайын. Біраз темір тұлпар ораттық. 36-ға жуық темір тұлпар ораттым. Енді бұл Қазақстан барысы басында осы 2011 жылы болады деген кезде бәріміз таң қалып, осындай турнир болайын деп жатыр. Құдай қаласа, тұңғыш елбасымыздың туған күніне қарсы өзінде Астана қазір Нұр-Сұлтан қаласында болады дегенге бәріміз шын жүректен қуандық. Бұл жалпы Қазақстан барысының қалай айтса болады, проекті жалпы мені байыту или осы қазақ күресінде жүрген қазақша күрес жүрген жігіттерді байыту емес, жалпы біздің қазақтың осы қазақ күресінде жүрген жігіттердің рухын оятып, қазақ күресі біздің Қазақстанда кеңінен таралуына себепкер болды деп ойлаймын. Біздің ауыл-ауылда қазір қай кішкентай бала болмаса да ата-анасы да Құдай қаласа бір бала дүниеге келсе, осы Қазақстан барысы болса екен деп бата беріп жатады, Құдайдан тілеп жатады. Құдай қаласа сондай дәрежеге жеткізді Қазақстан барысы. Бұл мәселе жаңағы енді 5-6 барыс бар ғой, олар бір байып кетсін или басқа мақсатта емес. Ең бұның бірінші біздің жетістік елдің ішінде жақсы таралуы. Біздің басты жетістік сол деп ойлаймын. Қазақ күресінің былайша айтқан кезде аясы кеңей түсті ғой осы жобаға. Енді әрине кеңей түсті. Енді алдында білесіз, Түкеев Серік мырза өзі қазақ күресінде ешкімге керек болмаған кезде сол кісі біраз жүргізген. Одан кейін 2010 жылы, 11 жылдар сол Арман Шораев ағамыз келді. Ол кісі де осы Қазақстан барысын қолға алып, үлкен жоғарыда мінберлі кісілерге жеткізіп, осындай қазақ күресін көтерейік деп, енді бұл бір адамның ісі емес, жалпы елі болып істеген дүние деп ойлаймын. Құдай қаласа ары қарай биыл мына 10 жылда да келіп қалыпты. Шын жүректен қуаныштымын. Осындай бізде турнир бар екеніне, біздің осындай өзіміздің төл спортымызға өйстіп елбасымыздан бастап көңіл бөліп жатқанына бұл жетістік деп ойлаймын. Демек, алдағы уақытта жаңағы Арман ағамыз өз бастағандай моңғолдың бө күресі, сосын Жапонның сумо күресі секілді бұл нағыз халықтық жобаға айналып үлгерді деуге бола ма, қалай? Енді әрине үлгерді. Бұл бір жерде тоқтап қалмау керек. Біз енді енді жыл сайын өткіздік. Одан кейін мен алдында Арман ағада айтқаным, Сәрсен ағада айтқаным, Құдай қаласа 2 жылда бір істейік. Елдер жыл сайын жаңағыдай күтетіндей. Мысалы, енді Аллахтың қалауымен былтыр пандемия болды, 1 жыл болмай қалды, білесіз өзіңіз. Биыл болып жатыр. Елдің бәрі сұрап, қашан болады? Күтіп жатыр. Сол сияқты бұның одан да пайдасы, бұның дәрежесі одан да көтеріледі деп ойлаймын. 2 жылда бір болса. Енді менің өзімнің спортшы ретінде, спорттың жанашыры ретінде сөйтіп ойлаймын. Мысалы, бір жылы Қазақстан барысы болса, екінші жылы Евразия барысы бар, әлем барысы бар, сонда күшті болады деп ойдамын. Енді ары қарай енді үлкен кісілер шешеді оны. Бейбіт, енді өзің осы Қазақстан барысы жобасын 3 рет ұтып аламын деп мақсат қойдың, және сол мақсатқа жеттің. Бұл қандай қиындығы мен қызығы болды жалпы? Мақсат қойып, оған жете білудің қандай пайдасы бар? Енді әрине армансыз адам қанат құспен тең дейді ғой. Аллаға шүкір армандадым. Өзімнің ұтатынына көзім жетті. Өйткені мен қанша жыл дайындалдым. Бұл бір адамдар ойлайды, бұл жалпы спорт деген тек қана сол сен рингке шыққан кезде жаңа кілемге шыққан ғана көреді, қалған оның артында қанша қиыншылық бар. Мысалы айта кетсек,
мысалы мектеп жақтық, университет жақтық, мысалы енді балалық кезің ғой, мысалы біреудің туған күні болады, класстасың басқасы болады, оның бәрін шектеу қоясың. Одан мысалы біреулер ұйықтап жатса сен азында 5:30-да жүгіресің. Оның бәрі енді мына сіздер айтады ғой, журналистер камераның артында қалған дүние деп, сол сияқты бұл басқа жерде қалған. Бізде тек қана көреді, тек қана сол кілемге шыққан кезін или жаңағыдай рингке шыққан кезін. Енді бұл спортшының біраз нәрсе шектеу қою керек. Бұл енді былайша айтқанда жастық шақтан қызығынан бас тартады ғой. Бас тартады. Енді ол әрине бірдеңеден бас тартпасаң, бірдеңе жету қиын. Бұл өмірдің заңы. Оны сізбен біз ойлап тұрмыз, жалпы бұл өмірдің заңы. Енді мен өкінбеймін, Аллаға шүкір, алдыма мақсат қойдым, елдің алдында да. Енді қызбаушылықпен сол 2012-де барыс болған кезде айтып жібердім. Оны айтпай-ақ істеуге де болатын еді жалпы. Одан кейін енді айтып істегеннен кейін уже біраз кедергілер болды, білесіз. Анау орыста айтады ғой, вышел в финал, занял 5-е место деген сияқты. 2013-те ақтық сынға шығып тұрып 5-ші орынға қалдық. Енді ол спорт болғаннан бәрі болады. Оны мен ешкімге ренжімеймін да, өкпелемеймін да. Аллаға шүкір, Ержан досыммен де қарым-қатынас жақсы. Осы барыста күресіп жүрген бүкіл жігітпен қарым-қатынас жақсы. Бұл өтпелі өмір ғой, бұл спорт. Бүгін бар, ертең жоқ. Мысалы бұл спортшының уақытысы, мысалы дәуірі, былай айтқанда дәуірі 4-5 жыл. Патолог сол ұзыны болғанда 4-5 жыл. Сол кезде қызығыңа күресіп, өзің былай енді бар мүмкіндігіңді көрсетіп, пайдаланып, қолыңнан келгенін істеп, одан кейін ары қарай соның қызығын көріп, елмен араласып деген сияқты. Аллаға шүкір, мен қазақ күресіне өкпем жоқ. Жалпы бұл спорт деген адам тәрбиелейді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты. Бұл жерде спортта көбісі енді балам чемпион болсын деп береді ғой. Бұл жерде басты мақсат ол емес. Ең бірінші чемпион бұл қанша досың болады. Аллаға шүкір, қазір бізде енді 17 облыс қой, 14 облыс, 3 қала. Қай қалаға барсаң да не обязательно ол бір джиппен күтіп алу или барып вертолетпен күтіп алу емес. Автобуспен, таксимен күтіп алса да, қара шайың болса да дайын. Әр облысқа, қай ауылға бармай, Аллаға шүкір. Оның бәрі спорттың арқасы, сыйластықтың арқасы. Ең басты жетістігім сол деп ойлаймын. Аллаға шүкір, достарым бар, жекжаттарымыз бар. Бұл енді спорт деген жақсы нәрсе адамды мықты өмірге тәрбиелейді, төзімдікке тәрбиелейді. Енді спортта білесіз, бір күн қарыңыз тоқ, бір күн аш. Мен енді бұл спортқа жалпы бүйтіп, енді Қазақстан барыс ретінде емес, жалпы бүйтіп енді қарапайым халық ретінде мен спортты бұның енді түсінетін адам болса, азаматтық тәрбиелейді дейсіз. Тәрбиелейді енді, мықты тәрбиелейді. Мысалы енді жанды жүрген кезде де балаларды да жақсы тәрбиелейсің. Мысалы суға барып кеш десең де, или бірдеңе сыйсаш, или аяқ киім сүрте саш десең де, ол спортшыға ештеңе емес. Сен жай әшейін бір мектепке барып, бір адамға аяғым сүрте саш інім десең, сен мен ерекше шығады. Сен басың істейме деп. Мысалы мен қазір, мысалы сіз айтсаңыз, или басқа біреу айтса, естің оны сыпыра саш десе, ол бізге жат нәрсе емес та, күнделікті нәрсе. Оны басқа спортта емес, ар жақта жүрген адамдарға оны айтсаң, мынауың бас деймін деген сияқты сонда ой туады да. Күмәнмен қарайды. Мен осы енді мен 4 жыл болды енді Жамбыл облысында қазір сол спорттың аясында клубты басқардым. Соны көп ата-аналармен келсем, соның бәрін түсіндіріп айтамын да, әпке, ештеңеден ұтылмайсыз. Бәрекелді. Ең болмаған кезде чемпион болмаса да тұр, келініңізге жарап беретін бір ұрпақ тәрбиелейсің да. Ертең сіздің ұрпағыңыз, осы баладан спортшыдан шыққан ұрпақ, ең болмағанда қол аяғы сау, мықты, зіңгіттей жігіт. Демек, спортта айналыса жүріп, осы спорттың үлкен насихатшысы бола алдым дейсіз ғой? Енді әрине, бұл спортта жүргеннен кейін біз енді, мысалы, әр өңірде жеңімпаздар көп. Мысалы, Олимпиада чемпионы бар, Қазақстан барысы бар. Біз өзіміздің елге енді, мысалы, Жамбыл облысында өкпем жоқ. 20 жылда жүрдім. 20 жыл еркелетті ғой айтқанда. Киіндірді. Алақанда ұстады. Өзінде қанша ақша кетті маған. Мысалы, енді мен Қазақстан барысын өттім, олға ақша қайық кетті, өзіме кетті. Мысалы, мен өкімет сұрап атқан жоқ қой. Саған, мысалы, Қазақстан барысында қанша? $150. $150 10 есе, 20 есе маған көп ақша кетпесе, сол 20 жылда. Оның ақша кеткен жоқ, аз ақша кеткен жоқ. Мысалы, өкіметтен. Біз енді қалай қайтаруымыз керек оны? Біз елге барып жұмыс істеуіміз керек. Өте дұрыс. Мысалы, сіз барып істемесеңіз, елге барып, мен барып істемесем, мен мысалы қазір жағдайым Аллаға шүкір да, мысалы енді. Жұмыс істемей жатсам да жетеді. Кәсібім бар, анау бар, мынау бар. Алматыда тұрсам да болады, Нұр-Сұлтанда тұрсам да болады деген сияқты Алла жағдай. Бірақ елге барып жұмыс істеп, осы көрген тергенімізді ауыл аймақты аралап, жақсы балаларды. Мен Жамбылға барған кезде біздің қазақ күресі
командный 12-13 орында еді. Мен қатты қарным аштым. Қалай біз осындай деңгейге түсіп кеттік? Мен көлеңкемде бәрі қалып кеткен да. Жиналыс болса, қазақ күресі қалай болса, Ыстыбаев Қазақстан барысы болды, анау болды, чемпион Қазақстан болды деген сияқты. Соның бәрі жұмыс істедік. Қазір Аллаға шүкір. Біздің Жамбыл облысының құрама командасы қазақ күресінен 1-ші орында. Бәрекелді. Алдын қатарға шықтық. Осы 1-2 жылдың аясында жұмыс істедік. Бізде енді осы, мен постоянно айтам, 7-8 облыс бар. Оңтүстігі бар, Қарағанды бар, Шығыс Қазақстан бар, Алматы облыс бар, Қызылорда. Енді қазір батыста Ақтау мықты отыр. Осы облыстарда товар бар. Болашақ батырлар бар. Ұсынатын нәрсе бар. Ұсынатын елге, Олимпиадаға, әлем чемпионатына шығаратын балалар бар. Мысалы мен жұмыс істедім, өз басым көрдім. Ауылдан әкеп, бір баланы енді өзі күресетін бала, или спортшы болатын икемі бар, көреді. Аяқ талтақ болады, или түрі бүйті қарауы, соны әкеп жұмыс істесең, соны чемпионат Қазақстанға барсаң, өлді 3-ші орын алады. Дұрыс бағыт нұсқау керек болып тұр. Иә, бағыт қойып, айтуын да несін қойып жүрсең, өлдім 3-ші орын алады. Кейде чемпион болып кеткен балалар бар. Мен таң қалдым аға. Потенциал бар. Потенциал бар, ауылда бар. Біз просто барып, ерінбей, жұмыс істеп, біз енді білесіз ғой, чемпион шығару оңай емес. Ол чемпион жалпы бұл бойында дары бар адам, кішкене қалай айтады, мінезді болады. Оңға жүрсең, солға жүргісі келіп тұрады. Тік жүрсең, артқа жүргісі келіп тұрады. Өз дегенін істегісі келіп тұрады. Өз дегенін істегісі келіп тұрады. Соны алдап, мысалы, менде де мінез жаман. Мен ағайға айтамын ғой қазір, маған қалай шыдадыңыз деймін да. Бәрекелді. Қалай шыдадыңыз деймін да система. Енді кейбірде мен мысалы, бар десе, бармаймын. Айналайын жүр, барып қайтайық десе, барам. Айналайын деген сөз жетпейді да сонда ше. Сол сияқты ол. Сиқырлы сөз жетпейді. Сиқырлы сөз. Сол сияқты біз қазақтың жігіттерін өйстіп, әр жеңімпаз өз өңіріне барып жұмыс істесе, Құдай қаласа біздің Алла разы болсын. Демек, бейбіт, қазір артыңа үңілсең, осы қазақ күресінің туын түсірмейтін ізбасарлар бар деп сеніммен айтуға болады ғой? Бар, Аллаға шүкір, бар, болады. Жұмыс істесең тек қана жұмыс істеу керек. Іздеу керек. Ал енді өзің бірнеше жылдан бері облыстық мәслихаттың депутаты болып жүрсің. Жаныңа спортшылық жақын ба, әлде осы халық қалаулысы болған көбірек ұнай ма? Енді мен алдында осы депутатқа шақырған кезде де, ішінде жүрген кезде айттым. Мен өтем, тек қана спортты бақылаймын. 10 ауданда, әр ауданда 2-3 мекемеден спорт мекемесі бар. Осы енді бүгінгі таңға 6 ауданды арладым. Спорт мекемелерімен барып сөйлестім. Қазір Құдай қаласа мен ойымша енді осы 1-2 айдың сентябрьге дейін, осы 2-3 айдың көлемінде Жамбылдан әр суббота, сенбі күні 8-1000 бала жүгіреді кросс. Қазір уже 6 аудан бастап кетті. Қазір бір 3-4 бала жүгіріп жатыр. Келсеңіздер де болады, көресіздер. Киім айтып, азанда 8-де. Бірінші киім айтады, жетті 200 бала. Ол жерде тек қана қазақ күресінің балалары или карате тайквондо емес. Сол мекемеде қандай спорт бар? Мысалы, әр мекемеде 10-12 спорт түрі бар. Бәрін біріктіріп, әр мекемеден 200 бала жүгірсе, ол 200 баланың артынан 2000 бала спортқа келеді деген сөз. Бәрекелді. Өйткені ол айтады. Міне біз қазір өйстіп киім айтып жүгіріп жатыр. Қызық та жастарға. Мысалы, сіздің досыңыз жүгіріп жүрсе, мен де барайын деп артынан барасыз. Мен артынан тағы келеді, ұлан келеді, айбе келеді, мұхит келеді, сол сияқты. Біз спортты қазір көтеру мақсатында бұқаралық сипат беру үшін ғой. Бұқаралық сипатты, халықтың сезімін оятып, спортқа деген сенімін, үмітін ақтау үшін осындай балаларыңызды спортқа беріңіз. Білесіз, қазір қазақша күресіп ассоциация болды. Масинов мырза басқарып отыр. Ол кісінің несі бар. Одан кейін жауынгерлік өнер ассоциация бар. Оны да Жамбыл облысының мен президентімін, өкілімін солардың. Солын бәрін біріктіріп, осы мақсаттағы жұмыс істеп жатырмыз. Қазір Жамбыл облысында 54 мекеме бар. Сол 54 мекеменің бір алдында біз неған кезде 10-нан ба қазақ күресі ашамайды екенбіз. Өйткені клубтар жаңағыдай баскетбольный, волейбольный деген сияқты клубтар бар екен, оларды ашамаймыз. Осы ойын түрлерінде. Иә, ойын түрлерінде. Қалған 44-нен бүкілінде қазақ күресі болады. Бәрекелді. Бәрінде штат болады. Бәрекелді. Ал енді жалпы сөзімізді қорыта келгенде, бейбіт, жалпы Қазақстан барысы жобасы өзі межелеген тұстан шықты деп айтуға болады ғой. Болашағын қалай елестетесің? Дұрыс болады деп ойдамын. Жаңағындай қыста 2 жылда бір рет па сөйтіп істесе, ол вообще күшті болады. Құдай қаласа біздің жастарды
Енді жаңа айтып отырмын ғой, Жамбыл облысы енді біз дайынбыз, жаңағыдай 54 мекеменің 44 мекемесінен қазақ күресін ашу. Сол сияқты бүкіл енді облыстар сөйтіп ашса, құдай қаласа қазақ күресінің біздің енді мынау қазір осы 97% Қазақстан барысында күресіп жүрген сол баяғы балалар. Жаңа балалар енді шығып жатыр. Құдай қаласа 1-2 жылда жаңа состав шығады деп ойлаймын. Сапалық құрам жаңарады ғой. Жаңарады. Полный жаңару керек, құдай қаласа. Оған жұмыс істеліп жатыр. Ешқандай облыс мысалы баяғыда ой Ақтаудікі или Анаяқтікі деп айта салатын, ондай жоқ. Қазір Ақтаудың балалары өте мықты. Мен Ақтаудың жігіттеріне ризамын. Тренировочный процестерін көремін. Енді қазір дамыған заман ғой, Инстаграм бар, несі бар. Көресің, бәрі көз алдыңда. Действительно алар енді еңбек етіп жатыр. Бұл енді спортта кім еңбек етеді, сол жеңіске жетеді. Қандай қамал тұрмасын, қандай алдыңда не тұрмасын, кім еңбек етеді, төбе жетеді. Мен де алдыма мақсат қойдым, Аллаға шүкір жеттім. Көп рахмет, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің сұхбаттасымыз Қазақстан барысы жобасының тұңғыш 3 дүркін жеңімпазы Бейбіт Ыстыбаевтың қарапайым өмірде де үлкен жоспарлары бар екенін көріп отырмыз. Және ол жоспар тек өзінің жеке басына ғана қатысты емес, қазақ күресінің болашағына қатысты болғаны бізді де сүйсіндіріп отыр. Ендеше азаматқа ақ жол тілейік. Өзі туған Жамбыл өңірінен Қазақстан барысы, әлем барысы сияқты мықты жігіттер шыға беруіне тілектеспіз.